Ал нутрициолог маман Алтынай Қасымханова ораза кезінде тағамның құнарлығына, азықтың дәрумен мен минералдарға бай болуына аса мән беру қажет деп есептейді. Әсіресе көкөністер мен жеміс-жидектерді жиірек жеу керек. Өйткені калориялы тағамдар түрлі ауруға душар етуі мүмкін. Жасуны көп тағамдарды қолдану керек. Олар көкөністер, көк шөптер, яғни түрлі салаттар жасап жесеңіз болады. Және де ақуыздарды өте көп мөлшерде қолдануға кеңес беремін. Себебі олар тоқ жүруге үлкен септігін тигізеді. Олар жаңа ет, тауық еті, балық, суп өнімдер, жұмыртқа жатады да. Сонымен бөлек көмірсуларды да ұмытып кетпеңіздер. Ол гарнирге қосасыз. Оларды қарақұмық, жаңа киноа, қоңыр күріш және де перловка сияқты түрлерін қолдануға болады. Жеміс-жидектерді шар мен ауызбектер арасында бір-екі жемістен жеп тұруды ұмытпаңыздар. Және де сәресі кезінде тамақты өте көп жемеуіңізге кеңес беремін. Себебі түнгі уақытта ол зат алмасу процесі баяулайды, сіздің ұйқыңызда кері әсерін тигізеді және де ауырсыну сезімі пайда болады. Бұдан бөлек ораза кезінде әрбір адам міндетті түрде су мөлшерін қадағалауды ұмытпаған абзал. Өйткені тіршілік көзіне баланатын экологиялық фактор ағзаға аса қажет. Қымбатты көрермен,